тыңдаушылары, біз бүгін кезекті дәрісімізді жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өз кезегінде қоғамның барлық салаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жұмыстарын жалғастыруда. Біз бұған дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды өскелең ұрпақтан бастауды қолға алған болатынбыз. Осы орайда Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігімен келісіліп, жалпы орта білім беретін мектептерде адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары құрылды. Бұның мәні қоғамда өсіп келе жатқан жас ұрпақты адалдыққа баулу болып табылады. Бұл орайда бұл жалпы орта білім беретін мектептердегі адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары болса, ал орта және арнаулы білім беретін сонымен қатар университеттерде саналы ұрпақ жобалары құрылды. Биыл Абай атамыздың 175 жыл мерейтойы тойлануда. Осы орайда ұлы бабамыз өзінің еңбектерінде адал еңбекті, адал ара қатынасты өмірлік ұстаным етуге дәріптеген. Өзінің 33-ші қара сөзінде ол алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі деп тұжырымдаған. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұдамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей деп, жастарды адал жүріп, адал тұруға және адал еңбек етуге шақырды. Ал Ұлы Абайдың дәстүрін жалғастырушы Шәкәрім қажы адалдық турасында: мақтан үшін мал жима, жан үшін жан жи. Жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп, бақытты да өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, адалдықтың әр біліміне қатысты ерекше көңіл бөлді. Өзінің үш анық атты философиялық еңбегінде Шәкәрім Құдайбердіұлы бізше адам өмірін түзуге, барлық адамдар тату тұруға негізгісі адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл болуы керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныш өмір сүруге мүмкіндігі жоқ деген. Міне көріп отырсыздар. Құрметті оқушылар, сіздер қазіргі таңда еліміздегі орын алған төтенше жағдайларға байланысты үйлеріңізде онлайн сабақтар өтуде. Осы орайда біз сіздердің уақыттарыңызды текке кетпей, осы ұлы Абайымыздың қара сөздерін оқуға, сонымен қатар басқа да еліміздің белгілі жазушылары мен ақындарының өлеңдерін оқуға шақырамыз. Өйткені адалдық бар жерде арамдық болмайды, ал арамдық жоқ жерде бұл қылмыс болмайды. Сондықтан біз сіздерді адал болуға шақырамыз.